Кайырлы күн Taxi Library'дің тұрақты көрермендері, біздің қаламызда күн шуағын шашып, жаңа тіршіліктер оянып, құстарымыз тамылжыта ән салуда. Демек, өскеменіміздің көңілді көктемі басталды деген сөз. Көктемнің шуағына шомылып, саябақта жиналған мынау жұрттың қарасына қарабақ, бұл мезгілді біздің қала тұрғындарының қаншалықты жақсы көретінін анық көруге болады. Ендеше оқырман биыл 85 жылдық мерейтойы болып отырған жерлес ақынымыз Серік Абдуллаұлының «Көктем келді» өлеңімен өскеменіміздің көктемгі көрінісін тамашалайтын боламыз. Ендеше бастайық. Көңілді елеңдеткен көктем бері, айналып жыл құсындай көктем келді. Әжелерім тоқыған алашадай, құлпырады ауылдың көк белдері. Гүлді көйлек, киген қыр құлпырады, бала жусан жұпары бұрқырады. Жапырақтың жонынан қонған шықтың, жанарында жылтырап нұр тұнады. Елеңдеткен еліктей көптен бері, жыл құсындай жамырап көктем келді. Найзағай жыр кеудемді жарып өтіп, қыран болып атылып көк көрледі. Қымбатты оқырман, біздің қаламыз қай мезгілде де көрікті, тұрғындары бақытты. Ендеше Taxi Library мен бірге болып өскеменіміздің көрікті жерлерін назарыңыздан тыс қалдырмаңыз. Бізге жазылыңыз, бізге тіркеліңіз және бізбен бірге болыңыз.